Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақта жаңа бөлімді бастаймыз. Өсімдіктер бөлімі. Бүгінгі тақырып өсімдіктер әлемін қалай сақтауға болады. Бүгінгі сабақта сіздер өсімдіктердің адамға не үшін қажет екенін білесіңдер, өсімдіктерді қорғауға үйренесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөзі қамқорлық пен өнім. Ең алдымен сабақты жаңа тақырыпты бастамас бұрын осы кемпір қосақтағы сұрақтарға назар аударайық. Өсімдіктің тірі ағза екенін қалай анықтайсың? Өсімдіктердің өсуіне не қажет? Өсімдіктер қандай топтарға бөлінеді? Адам күтім жасайтын өсімдікті қалай атайды? Адам күтім жасамайтын өсімдіктердің тобын қалай атайды? Осы сұрақтарға жауап алу үшін бірінші сыныптың бағдарламасын есімізге түсірейік. Келесі суреттерге қарап, адамдарға қажет өнімдер қандай өсімдіктерден алынған? Өсімдіктерден тағы не алуға болады? Мысалы, бірінші суретте ұн көріп тұрмыз. Ұнды біз бидайдан аламыз. Өсімдік майын күнбағыстан аламыз. Жидені мақтадан тігеді. Қантты қызылшадан алады. Және тағы өсімдіктерден басқа тағы не алады? Астындағы суреттерге қарасақ, мысалы, отынды ағаштардан алады. Кез келген өсімдіктерден, мысалы, жеміс жидектерді, көкөністерді алуға болады. Осындай қорытынды шығаруға болады. Адам үшін өсімдіктің маңызы көп. Суреттерге назар аударайық. Екі суретті қарасақ, не байқадыңдар? Адамдардың әрекетін бағала. Қай адамдар дұрыс істеп жатыр, қай адамдар қате істеп жатқанын анықта. Бұл сурет арқылы өсімдіктерге қамқорлықпен қарау керек екенін түсінеміз. Өсімдіктерге қандай қамқорлық жасау керектігін нақты білу үшін келесі бейнематериалға назар аударайық. Ертеде жер анамыз көркем әрі таза болып еді. Және жер бетіндегінің бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып, табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше оларға не істеу керегін көрсетіп, естеріне салайық. Қоқысты сұрыптау өте маңызды. Кейін одан әртүрлі жаңа заттар жасауға болады. Су – жердегі тіршілік көзі. Жер бетіндегі жаратылыстың бәрі суды қажет етеді. Біз электр энергиясын үнемдеуге тиіспіз. Өйткені оны өндіру үшін өте көп пайдалы заттар шығындалады. Ғаламшарымыз гүлденсін десек, барлығымыз бірге елімізді, жерімізді тазартып, сауықтыруымыз керек. Мұны көшет отырғызудан бастай аламыз. Жай отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалауымыз керек. Адасқан сөздер арқылы мақал құрастырайық. Тал кессең 1-12 тал. Осыны қалай дұрыс орналастыру керек? Бұл берілген сөздер бойынша мақал құрайсыңдар. Мақалдың мағынасын аша аласыңдар. Яғни бұл жерден 1 тал кессең 10 тал ек деген мақал шығады. Ал сен білесің бе? Қызыл кітап бұл қауіп қатер дабылы. Түрдің бұл кітапқа енгізілуі оған ерекше көңіл бөлу керек екендігін білдіреді. Көбіне арнайы қорғау шаралары қажет, әйтпесе түрдің мүлдем жоғалып кетуі мүмкін. Қызыл кітапқа
сирек кездесіп жоғалып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды енгізеді. Солардың бірі ақ тұңғиық, бәйшешек, қызғалдақ қызыл кітапқа енгізілген. Осы өсімдіктер мүлдем жоғалып кетпеу үшін оларды міндетті түрде қорғауға алу қажет. Зертте адам өсімдіктерді қорғау үшін не істей алады? Ал қалай ойлайсыңдар? Өз ойларыңды жазыңдар. Қандай іс-әрекеттерді қолданасыңдар? Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер сөйлемдерге сәйкес суреттерді тауып, номерін жазасыңдар. Өсімдіктерді сақтау керек екенін түсінесіңдер. Жалпы сабақты қорытындылау мақсатында осы тапсырманы орындаңыздар. Бұл тест тапсырмасы арқылы сіздер өз дұрыс жауаптарыңызды белгілей аласыздар. Барлық тапсырмаларды дұрыс орындап шықсақ, онда бүгінгі сабаққа өздеріңізге баға беріңіздер. Егер тапсырмалардың барлығын өздеріңіз орындасаңыздар, қызыл алманы таңдайсыздар. Сұрақтарыңыз, қателеріңіз болса, сары алманы таңдайсыздар. Сабақ мүлдем қызықсыз, тапсырмаларды орындай алмасаңыздар, жасыл алманы таңдайсыздар.